Саламатсыздар ма? Бүгін ескі сандықтан, яғни көне 50-60 жылдардағы сандық бұл. Соны біз жаңартамыз. Алдымен мына алқасын, құлағын шешеміз. Сосын бетінде қаңылтырларды ағытамыз. Міне мынандай отверткамен көтеріп, ұсақ шегелері бар, байқап, асықпай қаңылтыр кесіп кетпейтінде ұқыпты қылып шешеміз. Міне мына қаңылтыр жоқ, түгел шешілді. Аяғын ағытып алдым мен, аяғына дөңгелек салдым. Оны түсіруге ұмытып кетіппін. Астына матаны қаптадым міндетті түрде. Сосын барып доғалақ салдым. Одан кейін губка саламыз, ол үшін клей жағып мынандай. Сосын губканы өлшеп кесіп жабыстырамыз. Міне мынандай болып шығады губкамен жабыстырғанда. Сосын матаны қаптаймыз. Мына астыңғы жағы қапталған, менде үстіңгі жағын көрсетіп жатырмын сізге. Үстіне матаны қиып алып, үстіне қоямыз да, сосын бірінші арт жағын мына сосын барып алт жағына қарай тартамыз. Матаны міне өлшедік, қиып алып, сосын бетіне қоямыз. Теңестіріп қоямыз. Ар жағын, бер жағын бәрін қарап аламыз, сосын барып оны қағамыз, яғни степлермен. Міне мынау арт жағы сандықтың. Арт жағына да мата қаптадым мен. Ақ матаны бұрыштарын әдемілеп келтіреміз. Міндетті түрде ұқыпты қылып қайырып, эко-кожа деген материал бұл. Сосын міне сәндейміз. Сәндеу үшін алт жағынан осындай қылып өлшеп, степлермен атып, көзмоншақтарды тағамыз. Сонда міне әп-әдемі сандық болып шыға келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әркімнің қолынан келеді деген ойдамын. Әйел адамның қолынан келгесін.